Барлығыңызға сәлем достар, сіздерді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен құймақтың жасалу рецептін бөліскелі отырмын. Бір жасағаннан сәтті шығатын құймақ рецепті көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ дәмді құймақ. Демек бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқамызды жарып ыдысымызға салып аламыз. 1 шымшым тұз, 3 ас қасық қант. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Електен өткізіп 200 грамм ұн саламыз. Барлығын бірдей емес, жаймендеп қосып осылай жақсылап араластырып шығамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Енді қалған ұнымызды да дәл осылай електен өткізіп жаймендеп қосып отырамыз. Осы арада бізде 200 грамм сүт керек, жылы сүт. Жаймендеп құйып, бұны да жақсылап араластырып отырамыз. Қамырымызда ешқандай түйіршік қалмауы керек. Қалған бөлік ұнды да осылай елеп салып алдым. Және үстіне аздап сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Міне барлығын осылай араластырып алдым. Енді қайнаған суды құйып, бұны да жақсылап араластырамын. Қайнаған су 1 стаканның көлемінде 200 граммның шамасында керек бізге. Қайнаған суымызды осылай 2-3 бөліп араластырып шығамыз. Керекті құрамды видеоның астында описание бөлімінде қалдырамын. Міне бізде осындай бір келкі масса шықты, және бізде 30 грамм сұйық май керек. Менде сұйық рафинатталған, иіссіз, дәмсіз, таза май. Толық араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға аздап құйып, осылай біртіндеп пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тесік-тесік әдемі жұмсақ құймағымыз шықты. Міне мен осылай барлығын пісіріп алдым. Өте дәмді әрі жұмсақ. Керемет таңғы асымыз дайын. Кез келген тосаппен я қаймақпен қосып жеуге болады. Достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл.